Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз FNAF-тағы аниматрониктардың қалай аниматроникқа айналғанын айтатын боламыз. Ал біз бірінші Манглдан бастайық. Мангл негізі бұрында Фоксидің қызы болмаған. Ол кезде Фокси Чикамен болған. Одан кейін Чикадан Мангл Фоксиді тартып алады. Одан кейін олар ғашық болып жүргенде Чиканың жыны келеді. Одан кейін ол Манглды өлтіруге көшеді. Одан кейін оны сындырып тастағаннан кейін негізі оның бұрында денесі болған. Одан кейін ғана Манглға айналған. Ал қуырсақ болса, ол басында негізі қара киім киіп жүретін адам еді. Ол қыз. Және ол бір ойыншықпен ойнағысы келіп, осы марионетканың ойыншығының ішіне кіріп кеткен. Одан кейін ол ішіндегі заттармен қысылысып, ол өлген денесімен марионеткаға айналған. Ал енді біз Бонниға көшейік. Бонни негізі ол сары, негізі ол көк футболка киіп жүретін бала болған. Одан кейін оны Спрингтрап деген бір костюммен өлтіріп тастаған. Одан кейін ол жұмбып кетеді. Одан кейін ол өйстіп жұмбып жүре бермей, басқа Бонни деген аниматрониктың ішіне кіріп кеткен. Ал Фредди де дәл солай. Ол қоңыр футболка, бірақ қоңыр тәпішке мен қоңыр шашпен жүреді. Ол жүріп келе жатқан кезде, ол да сөйтіп шыңға айналып кетіп, Фреддидің ішіне кіріп кетеді. Чика да дәл солай. Ал Фокси болса, ол ешқандай да қауіпсіз болса, ол қызыл түспен өзі қарақшыларға барған. Одан кейін қарақшылар оны өлтіріп, оның денесіне сондайларды іліп кетеді. Одан кейін ол шында сондайға Фоксиға айналады. Ал ең бастысы Голден Фредди. Голден Фредди өмірінде бәрін қорқытып, мен сені өлтірем деп жүрген. Оның ешқашанда көзінің ішінен қара түсті алмаған. Одан кейін ол бұның аз екенін түсініп, бір нәрсеге кек көрейін деген. Мына роботтың үстін кек көрейін деген. Одан кейін ол ішіне қызылсып, ол Голден Фреддиге айналған. Ал ең бастысы ол Спрингтрап адам костюмның ішіне кіріп, пружина бір нәрсеге тиіп кетіп, одан кейін ол қысылсып, костюм ішінде қап қойған адам, яғни Спрингтрап пайда болды. Ал бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Пока.